Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін видеодағыдай жұмсақ доп тігетін боламыз. Ол үшін бізге матовый түрік үйлері қажет болады. Ендеше добымызды тігуге кірісеміз. Алдымен бізге теңдей бес бұрышты қиып алу қажет. Ол үшін 10-10 см қағазды қиып аламыз. Одан дәл видеода көрсетілгендей әрекеттерді жасау арқылы теңдей бес бұрышты шығарамыз. Осындай теңдей бес бұрышымыз дайын болды. Мен қызыл және жасыл түсті маталарды пайдаланып, осындай бес бұрыштар қиып алдым. Сіз бірнеше түсті матаны қолдансаңыз да, бұл да өте әдемі шығады. Мен осылай орналастырып алып, видеода көрсетілген жерлерді қосып тігіп шығатын боламыз. Бес бұрыштарды қосып тігу барысында екі жағынан 1 см аралықта қалдыратын боламыз. Добымыздың екі бөлігі дайын болды. Мінекей гүл тәріздес. Енді оларды бір-біріне қосып тігіп шығатын боламыз. Біріктіріп тігіп болған соң, кішкене бөлікті қалдырып, сол жерден добымыздың ішіне холофайберді салатын боламыз. Холофайберді әбден добымыздың бұрыш-бұрышына барғанша тығызырақ салсақ, өте әдемі шығады. Қалған бөлікті жасырын тігіспен тігіп шығамыз. Мінекей біздің әдемі жұмсақ добымыз дайын. Балапандарыңызға ойнауға өте ыңғайлы, жұмсақ, қауіпсіз әрі жарылмайды. Кәделеріңізге жарасын.